Адамдар ауадан ауруға ұшырауда, ересек түгілі балалардың есін шығарған дерттің емі де жоқ, тек күтінуден басқа. Аузымыздағы аста бұл дерттің дендеуіне әсер етіп жатқанға ұқсайды. Кеселден құтылу үшін ішіп жеу мен ауа жұтудан бас тарта алмасымыз анық. Онда не істемек керек? Сюжет кездер салыңыз. Жадыраған жазда жадыра жабырқайды. Себебі күн жылынып, көк шыққан уақытта ол дәрі қабылдап, екпе салғызуға мәжбүр. Бас қалаға қоныс аударған 2-3 жылдың ішінде аллергия алқымынан алып, тынысын тарылтқан. Менде әсіресе жаңағы мынау шөп шыққан кезде, енді жасылданып келе жатқан кезде күшейіп кетеді. Сол себепті мен осылай бетіме бетперде тағып жүруге тырысамын үнемі. Және де дәрігерлердің арнайы ұсынған нұсқауларын ұстануға тырысамын. Аллергияға қарсы препараттарды маған берді жазып, бірақ та оның бір аса қатты әсері бар деп айта алмаймын өзіме. Иә, статистикаға сүйенсек, бүгінде әрбір 3-ші адам маусымдық аллергияның азабын тартып жүр. Қарашағалық мұның тамырын терең жайғаны соншалық таңғалмайтын болдық дейді. Иә, аллергия өз баламда да бар. Енді ол адамның ішкі құрылысына байланысты. Ол сезонный емес, ол сол адамның ішкі құрылысына байланысты ғой, соны тазалатып, мамандарға қаралу керек. Мысалы үшін жеп жатқан тамақтан да аллергия, жөтел дейді, жөтел қоймай тұр дейді, ол да аллергия, барлығы аллергия жатады ғой. Ауадан тарқайды деп ойлаймын. Адам өзінің иммунитеті түсіп кеткеннен болады деп ойлаймын. Дұрыс тамақ іше алмайды ғой. Далада жүріп тамақ жейді. Бізде қазақ айтады, ұшынып кетеді дейді. Сол ұшынып кеткен нәрседен сосын барып, ана-мына болады, әлгі ән жерінде қышыма шығады, мәне жеріне қышыма шығады. Бүгінде аллергияның 60-тан астам түрі бар екен. Дәрігерлер біраз жыл бұрын бұл дерт тек ересектерден байқалатын дейді. Алайда соңғы уақытта жігерлі жастардан бөлек жаңа туған сәбилерде де жиі кездесетінін айтты. Ең бірінші себеп ол ауа райы ластануы. Біздің ауа райы ластануы қазір өте көп зиян нәрселер ауаға төгіледі. Мысалы, анасы газированный напиток, чипсы, тағы басқа сондай зиян нәрселер жейді. Ол сүт арқылы баланың организміне барады да, сол аллергия қоздырады. Ал қоғам белсендісі Тұрар Саттарқызы осыдан 50-60 жыл бұрын аллергияның не екенін білмедік дейді. Бұл аурумен күресудің басты жолы дұрыс тамақтану, әрі салауатты өмір салтын ұстану өте маңызды. Біздің жастарымыздың арасында дұрыс тамақтанбау, әсіресе мына ұлттық тағамнан безініп, өзгенің жаңағы шеттен келіп жатқан тағамдарды өзімізге қазаққа тән емес тағамдарды ішкеннен бүгінгі күнде тіпті туған балаларымыздың өзі аллергиямен ауырады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, аллергиялық аурулар соңғы 30 жылда әлем бойынша ең жылдам тарап жатқан дерттің түріне айналған. Бүгінде жер шарындағы халықтың 40% аллергияның зардабын шегуде. Жанар Арғынова, Ерлік Нұрахмет, Еуразия, 1-ші арнасы.